үкіметтен беріп жатқан қолдауға көп шаруашылықтарына қол жеткізіп жатыр. 5 айдың ішінде ауыл шаруашылық құрылымдарымен 667 техника алды. Бұрынғы техникаларға қарағанда жақсы, іші бәрі адамға сай істелген. Мақсатымыз жалпы мына қазақтың асыл тұқымдарын өсіру. Жай халықтардың жерге деген қызығушылығы мықтап өскен. Ауыл шаруашылығы экономика драйвері, ішкі жалпы өнімнің басым бөлігі дәл осы салаға тиесілі. Ауылдағылардың шаруасы шалқысын деп мемлекетте ұдайы қолдау беріп отыр. Өйткені бақуатты ауыл, қуатты Қазақстан. Ауыл шаруашылығына мемлекеттен бөлінетін қаражат көбейді. Өткен жылы 19,2 миллиард теңге болса, биыл оның көлемі 21,4 миллиард теңгеге артты. Мал азығын субсидиялау үшін 2020 жылы 4,5 миллиард теңге, 2021 жылы 7,8 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Азығы жеткілікті болған соң мал басы да серпінді дами түсті. Мал өсімі ірі қара 8%-ға өсіп 568 мың басты құрады, ал жылқы 25%-ға өсіп 215 мың басқа жетті. Ұсақ мал санында 18% өсім бар, ол 1,350,000 мың басқа жетті. Инвестициялық субсидия көлемі ұлғайды. Ауыл шаруашылық техникаларын сатып алған шаруаларға берілетін субсидияның көлемі 30%-ға дейін өсті. Соның арқасында нәтиже жақсарды. Биыл 5 ай ішінде шаруалар алуан түрлі 700 техникаға қол жеткізді. 5 айдың ішінде ауыл шаруашылық құрылымдарымен 667 техника, әртүрлі техника алды. Оның көбісі әрине енді жаңағы тракторлар, посевной комплекстер алынды, тұқым сепкіштер алынып отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда, осы кезеңмен салыстырғанда 2,5 есеге шаруа қожалықтар көп техника алып жатыр. Бұның бәрі жаңа айтып өткендей субсидияның нешесінде, себебі субсидия алғасын шаруашылықтар техникасын жаңартуға жақсы ниет білдіріп отыр. Техника жаңартудан Ақтөбе облысы еліміз бойынша көш басында тұр. Осы жақында жаңа үкімет отырысында Ақтөбе облысының жақсы деңгейін көрсетті деп оны тағы да айтып өтті. Себебі техниканы жаңарту пайызы республика бойынша 4% құраса, Ақтөбе облысы бойынша осы 2020 жылы нәтижесі бойынша, қорытындысы бойынша 6,1% болды, ең жоғары пайыз. Енді мемлекеттік қолдауының арқасында біз ойлап отырмыз, жылдың соңына дейін бұл пайыз 10%, бұл жаңа көрсеткіш 10%-ға жетеді деп. Малдың бас көбейген сайын тиісінше азығында арттыру қажет. Айтпақшы, биыл Ақтөбеде 2,5 миллион тоннадан астам мал азығы дайындалады. Көрші өңірдің кебін киіп қалмау үшін жергілікті билік жем-шөп дайындау жұмыстарына қамданып жатыр. 4 түліктің азығын артығымен әзірлемек. Ал суармалы жерлерді қалпына келтіру жұмыстары қарқынды. Аймақтағы көлтабанды суармалы жерлердің көлемі 25 мың гектар. Ол Мәртөк, Қобда, Ойыл, Темір, Хромтау аудандарында орналасқан. Қалпына келтіру жұмыстарын келер жылы толық аяқтау көзделіп отыр. Оған қоса 10 мыңнан астам гектарда үнемі суармалы жер бар. Бұл жұмыстар облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің жіті бақылауында. Негізі біз малды өсіруге ынталандыру ниетпен сонымен жасап тұрып жатқанымыз ғой. Енді шаруа қожалықтары сол малдың санын көбейтіп, соған не керек, асыл тұқымды мал алатын болса, асыл тұқымды малдар сатып алсын. Саралжын ауылындағы қой шаруашылығын жолға қойған құрылым. Қожалық 20 жылдан бері асыл тұқымды қой басын көбейтіп келеді. Былтыр қаржы институты есебінен 9,5 миллион теңгеге арнайы техникалар сатып алған. Қазір бұл шаруа қожалықтан Әйтеке би ауданынан, біздің өзіміздің Ойыл ауданының басқа да шаруа қожалықтары осы шаруашылықтан жыл сайын төл алып, сонымен қазір барлығы осы асыл тұқымды шаруашылықпен айналысып жатыр. Темірлік шаруа былтыр агробизнес бағдарламасы бойынша қолына тиген қаржысына 60-қа жуық жылқы сатып алды. Биыл да сыбаға бағдарламасы бойынша 100 бас асыл тұқымды ірі қара алып өріске жіберген. Бұл Украинадан келген шарале дейтін тұқым. Неге бұған тоқталдыңыз? Бұған тоқтаған себебім бұның жаңа мінез қылығы, төзімділігі несі біздің климатқа келіп тұрғасын, осыған көп ауырмайды. Сондайға сосын осыған тоқталдық. Ақжар ауылындағы шаруалар биыл егіс науқанын жылдағыдан кеш бастаса да уақытлы аяқтады. Өйткені мына техниканың жұмысқа келгенде мүмкіндігі орасан. Ауыл шаруашылығы ісіне арнайлап құрастырылған ақылды техника. Тізгіншіге салмақ салмай планшет арқылы басқарылады. Жақсы, бұның ерекшелігі енді бұрынғы техникаларға қарағанда жақсы, іші бәрі адамға сай істелген. Бәрі іштен компьютер түрде басқарылады. Сосын трактор өзі GPS арқылы жүреді. Ешқандай рөл ұстамайсыз. Шетке келген кезде өзі айтады, полоса бітті, бұрылыңыз тракторды деп. Мәртөкте де науқандық жұмыстың ырғағы жоғары болды. Диқандар егін басынан ұзамады. Мұнда да шаруашылық егінді суармалы әдіспен баптауды қолға алған. Суармалы алқапқа инфраструктурасын жасап берді. Негізін айтқанда егістік алқаптың шетіне дейін
кіргізді. Оның қалғаны мына қойып қойған жаңағы вали суармалы оборудование жаңағы. Сосын мынаның ішіндегі коммуникация тоғы, құбыры Казагрофинанс арқылы өткіздік. Қобда ауылына кіреберісте бау-бақшасын дөңгелетіп отырған жеке кәсіпкердің ісі де көпке үлгі. 10 гектар алқапқа қауын қарбыз, көкөністің түр-түрін егіп отыр. Алдағы күзде алғашқы жемісін жемек. Шаруа 5 ауылдасын тұрақты жұмыспен қамтыды. Свет бар, инфраструктурасы. Биыл енді 10 гектарға ектік, бау-бақша бар, соның ішінде қарбызы бар, қауыны бар, қияры бар, картоп ектік, қауын бар, қарбыз шығып жатыр. Жағында қазір мына табачки бар, огурцы ар жағында. Бәрі жанар емес, шығып жатыр. Қобдада ірі қара өсіруден еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрған шаруашылық бар. Мұнда етті бағытта өсірілетін сиырдың қалмық тұқымы бағылады. Шаруа 2 миллиард теңгеге жуық несие алып, былтыр Ресейден 1000-ға жуық ірі қара келді. Биыл Башқұртстаннан 1000 жарым бас қалмық сиырын алды. Мақсатымыз жалпы мына қазақтың асыл тұқымдарын өсіру болып келеді негізі. Мұғалжар, Көшім деген порода ұстап отыр қазір. Жылқы бағытында. Сосын баяғы ата-бабамыздың тік мүйізі дейді әуелгі сиыр. Қалмақ тұқым қазіргі жағдайда. Өте төзімді, жылқы сияқты тебінеді. Жергілікті билік шаруалардың ісі шатқаяқтамау үшін қолдан келгенше көмек беріп жатыр. Ақтөбе облысының ауыл шаруашылық құрылымдары былтырғы жылдан бастап үкіметтен беріп жатқан қолдауға көп шаруашылықтар қол жеткізіп жатыр. Оған біздер облысымыз әкімшілікке бізге мал азығына былтырғы бөлінген ақшаға алғысымызды білдіреміз. Себебі мына кішігірім шаруашылықтар бұрынғы жылдары бұрынғы заң ережесі бойынша қолдауға оларға бөлінген жоқ. Былтырғы жылдан бастап заң ережесі правиласы өзгеріп, облыстық әкімшіліктен 2020 жылы 5,5 миллиард теңге бөлініп мал азығына. Соның арқасында шаруашылықтар көптеген шаруаларын біріктіріп алды. Биылғы жылы бұйыртса тағы шаруашылықтар 6,5 миллиард ақшаға игеріледі. Соның арқасында 2,5-3 мың шаруашылық үкіметтің қолдауына қолдар жетіп жатыр. Шаруалар жанар-жағармайға да республика бойынша ең төменгі бағада қол жеткізді. Біздің Ақтөбе облысында біздер шаруашылықтардың атынан жағармайдың конкурсына биыл қатысып, былтырғы жылдан бері біздер қатыспай жүрдік, биыл қатысып, республикада ең төменгі бағаға лайықты болдық. 154 теңге 1 литр. Бұндай баға тек Павлодар облысында. Басқа облыстарында енді өкінішке орай шаруашылықтар әлі де белсенді араласа алмай жүр. Сондықтан олардың көптеген шаруалар шешілмей жатыр. Министрлік бағдарлама әзірлеп, ауыл шаруашылығын дамыту үшін 25 ауқымды жобаны тізімге енгізді. Құны 311 миллиард теңге. 2025 жылға дейін іске асыру көзделіп отыр. Маусымның 2-сіне дейін өңірдегі барлық шаруашылықта егіс жұмысы аяқталды. Жер көлемінде өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріс жоқ. Әйтсе де майлы дақыл мақсарының көлемі едәуір ұлғайды. Өңір дамуына үлес қосқан аға буын өкілдері де науқандық жұмыстардың басы-қасында болды. Жаңа техниканы пайдалану мәселесінде бізде қыруар жұмыс жүрген көзіміз жетті. Екінші бір жағдай сол ауданда болғанда жай халықтардың жерге деген қызығушылығы мықтап өскен. Бір адаммен кездестік. Ол өзі пенсиядағы адам, өзі мұғалім болған, инженер мамандығы бар. Семьясымен шамалы жерді алып, суармалық жер қылып, соған клубникеге куматыр екен. Клубникеге шығып, керемет шығып тұрған да бар, сандақ басып кеткендер де бар. Түрліше. Басты ұнағаны олардың жерге деген қызығушылығы. Суармалы жерді пайдалану деген өзі көптен бері айтылып жүрген нәрсе. Енді мына оңдасын селосқа рахмет. Соған үлкен көңіл бөлген. Қазір өзі қай ауданға барсаң да барлық жерде де ең бірінші мақтанатыны мінекей мына судың жолын аштық. Мына жерге мына су жинадық. Осы жерге пәленбай гектар жаңағы егіс егеміз, я болмаса шөп егеміз деп жатыр. Малдың қазір енді малдың басы көбейген, әсіресе жылқы, ірі қара,
Енді қойды да алдағы уақытта жаңағы өсіреміз деп талпынып жатыр. Бірақ оның бәріне жем шөп керек қой. Вот мынау жаңағы осы суармалы егіс, жаңа шөп егу, су арналарын түзетудің барлығы соған үлкен дайындық. Биылғы жыл басқа жылдан өзгерек болды. Әсіресе судың келуі көңілге қуаныш ұялатады. Қоймаларға су толып, өзен көлдер тасыды. Көп жылдардан бері арнасы толмаған Жем өзені биыл жақсы тасыды. Малға бейімделген Байғанин халқының көптен күткені осы еді. Сарғайған Сағызға да су келді. Мынау Шалқар көлі, Мұғалжар тауынан бастау алған қар суы Шалқар көліне келіп құйып жатыр. Қазір Шалқар көлінің табанына жиналған батпақтан арылтып жатыр. Айдынды қалпына келтіру үшін 3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бүгінде көл суының қоры 7 миллион текше метрді құрайды. Болашақта бұрынғы көлемін қалпына келтіріп, суды 25 миллион текше метрге жеткізу көзделген. Көлдің ахуалы экологиялық өзекті мәселе ретінде осыдан 17 жыл бұрын көтерілсе де, жұмыс биыл ғана қолға алынды. Қазіргі күні осы мына су құю алаңдары салынып жатыр. Осындай 14 жаңағы су құю алаңдары салынады биылғы жылға. Жоспарлап отырмыз. Кеше облыс басшысы да келіп, осылардың барлығын тиянақты жұмыстарын жасауды уақытында аяқтауды тапсырып кетті. Қазіргі күні соның міне 4-ші картасы салынып жатыр. Ол корректировкалар енді осы халықтың игілігі үшін судың Шалқар көлінің табанын тереңдету жағынан әр жерлерді жаңағы семиземраттың орнына механикалық түрде тазалау жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Осыдан шыққан жаңағы құмдарды біздер енді Шалқар халқының сұрауы бойынша өздеріңіз көргенде шығарсыздар, жаңа біздің Көкжоғала көшесіндегі сорды жабуға және Силуан қалашығында үлкен сор бар, соны жабуға біз пайдаланғалы отырмыз. Жалпы облыстың бір қатар өзен көлінде қозғалыс бар. Арнасы суға толса, жергілікті тұрғындарға пайдасы көл көсір болмақ. Экономиканың күре тамыр саналатын ауыл шаруашылығы саласының Ақтөбедегі ахуалы қысқаша осы. Әлі де қолға алынатын ауқымды жобалар жоспарда тұр.